Қараңыздар, сіздер бұл сабақта бір биржадан екінші биржаға ақша қалай жіберу керек екенін көретін боласыздар. Яғни ол үшін қазір біз Binance биржасынан Bybit биржасына ақша жіберейін деп жатырмық. Енді ол үшін сіздер кошелек дегенге кіресіздер. Кошелек деген кірген кезде вывод деп тұрады, міне ортасында. Осыны басасыздар. Одан кейін міне USDT дегенді таңдайсыздар. Отправить через CryptoSet дегенді басасыздар. Одан кейін міне сіздерде адрес и сет деп тұрады. Адрес пен сетті көрсет деп тұр. Яғни ол қандай адрес, қандай сет. Жалпы қараңыз, ол дейтін Binance-ның Bybit биржасының адресі. Bybit биржасына кірген кезде сіздерде актив деп тұрады. Актив деген ол яғни кошелек. Депозит дегеніне кіретін болсаңыз, міне депозит. Осы жерде міне USDT деп шығып тұрады. USDT дегенді басасыз, депозит деген кіргеннен кейін. USDT-ді басқан кезде осы жерде міне сет деп тұрады. Сет қандай бізде TRC20 деген таңдайсыздар, TRC20 деген таңдайсыздар. Не үшін бұны таңдайсыздар? Яғни бұл TRC деген USDT-дің блокчейні. Блокчейн деген сөз ол былайша айтқанда Кассибанктен Кассибанкке перевод жасап жатсыз деген сияқты ғой. Жалпы бір сөзбен айтқанда бұл жерде комиссия өте аз ұстайды. Сондықтан да TRC20 деген таңдайсыздар. Мына жерде міне QR код тұр, оның астында скопировать деп тұр. Міне копировать адрес деп бассаңыздар, міне сарының өзін скопировать деп шығады осылайынан. И сіздер осыны Binance биржасына апарып қоясыздар. Мына адрес дегенге жаңағы ссылканы қоясыздар. Яғни бұл Bybit биржасының адресі, яғни сіздердің кошелегіңіздің прямой адресі. Сол жерге барады. Мына жерде міне сет деп тұр, көріп тұрғандарыңызды сетте тоже таңдайсыздар. Сет қандай сет? Ол TRC20 деген таңдайсыздар бұл жақтан да. Енді осы жерде мына жақта суммасын жазсаңыздар болады. Мысалға $20,000 десеңіздер $1 комиссия ұстайды. Егер $20 десеңіздер де $1 комиссия ұстайды. Мысалға $200,000 жазсаңыздар $1 комиссия ұстайды. Бұл жерде $1-дан артық комиссия ұстамайды. Қалаған ақшаңызды жібере аласыз жалпы. $20 жіберіп көрейін сіздердің көздеріңізше. Қараңыздар. $20 жалпы $10 жібере беруге болады. Әртүрлі $20 деп жаза салайық, жарайды. Одан кейін вывод средства дегенді басасыздар. И осылай шығады сіздерге. Подтвердить деп басасыздар. И одан кейін осылайынан сіздерге код шығады. Яғни проверка безопасности. Бұл жерде өте жақсы тексереді. Яғни сіз өзіңіз жіберіп жатсыз ба? Көрдіңіз ба? Бұл жерде сіздің ақшаңыз лишний раз бір жаққа кетіп қалмайды, бір сөзбен айтқанда. Сіздің былайша айтқанда подтверждениеңіз, сіз мысалға сізде телефонға жібересіз, одан кейін поштаға жібересіз. Поштаға SMS келеді, телефонға келеді SMS. Одан кейін Google аутентификацияға келеді. Осы жерде мен сіздерге керек болады. Алдында Google аутентификация не үшін керек деп сұрап жатқан кісілер, осы жерде міндетті түрде керек болады. Мысалға Binance-ға кіреміз. Binance-та бізде міне осылай код келіп тұр. Үстінен басып, скопировать дегенді басып ала саламыз. И одан кейін мына жаққа вставить етіп қоямыз. Енді бізде Google аутентификация керек болады. Google аутентификацияға бізде осылай қызыл болып жанып тұрса алмаңыздар. Одан кейін көк болғаннан кейін үстінен бассаңыздар копировать етіледі. Осы жерге Google аутентификация дегенге қоясыздар. Код аутентификация дегенге и отправить дегенді басасыздар. Міне сіздерде міне кетті. Посмотреть история деп былайынан көріп, там жібере берсеңіздер болады, без проблема. Жалпы осылай. Енді сіздер қараңыздар. Мына жақта бүйтіп күтесіздер. Бұл примерно 5 минут ішінде сіздерге тез түседі. Жалпы қараңыздар, міне маған 5 минут ішінде келіп түсті ақша. Менде 19 USDT еді, қазір 38 USDT болды. Енді сіздер главный деген кіріп, купить криптовалюта деген кіріп, P2P трейдинг деген кіріп, осы мысалға монеталарды жалпы 455-тен прямой сатып жібере аласыздар. Например, объявление бермей-ақ сіздер прямой 455-те 50-ден сатып жібере аласыздар. Сіздер енді осы USDT-ді Binance-қа қалай жібересіздер? Мүмкін сіздер осы Bybit биржасымен сатып алып жатсаңыздар, оны Binance биржасына қалай жібересіздер? Тура соны кері қайталайсыздар. Яғни ол үшін міне вывод средства дегенді басасыздар, міне осыны басасыздар. Одан кейін осы жерде міне сіздерде USDT мына жерге адрес сет деп сұрайды. Тура жаңағыдай.
и сіздер Binanceға кіресіздер де кошелек деген кіресіздер, вывод дегенді басасыздар, сарымен тұр міне бірінші. USDT дегенді басасыздар, и одан кейін сіздерге мына жерге favorite set, бірінші сет таңдау керек болады. Сет TRC20 деген таңдайсыздар. Одан кейін міне сіздерге копировать адрес, міне USDT адрес деп тұрады для пополнения. Осының үстінен басып копировать етіп аласыздар. Жалпы осылай, осыны алып келесіз, осы адреске қоясыз. Вставить етесіз, разрешение вставить. Одан кейін міне сет деген таңдайсыздар. Сет деп тұр, осы сет деген таңдайсыздар. Сет TRC20 деген таңдайсыздар. Одан кейін міне өздеріңіздің суммаларыңыз жазсаңыздар болады. Мен все бәрін сол жаққа қайтарамын деп тұр қазір. Міне бұл жақтан сіздерге өткізу үшін жалпы 2 USDT ұстайды. Ал егер де сіздер мысалға қанша ақша жіберсеңіздер де бұл жақта 2 USDT ұстайды жалпы. И жалпы осылай все деп баса саламыз. И одан кейін бізде осылай бізде подтвердить деген шығады. Вывод средства деген шығады. Осыны біз басамыз. Вывод средства. Тура осылай бізде қайтадан галочка сұрайды мына жерде, и одан кейін подтвердить дегенді басамыз. Осы жерде бізде тоже бұл жақта да Binance секілді сұрайды. Получить код дегенді басасыздар бұл жерде. Получить код. Екеуін басасыздар. Бірінші поштаға, екінші телефонға келеді. Телефонға келді, енді поштаны ашамыз. Поштаға да тура солай келеді. Бұл жерде жалпы барлығы бірдей жұмыс жасайды. Ставить етесіз. Ставить дегенді басасыз, разрешение вставить. И қазір Google аутентификацияға кіреміз. Үстінен бір басамыз. И барып вставить дегенді басамыз. Разрешение вставить. Подтвердить деп басасыздар. Так, кетпей қалды. Мұны енді қайталап көре саламыз. Жалпы тура осылай жасайсыздар негізінде, бірақ қазір білмеймін сеттің ұстамауына байланысты ма, мені өткізбей жатыр. Негізі кейін қайталап көрсеңіздер болады. Жалпы бұл өткізу процесі осындай. Binance'да да, басқа биржада да, жалпы OKX биржасында да тура осылай қолданасыздар.